Геннадий Головкин мен Бақтияр Артаевтың жұдырықтасқан бейне жазбасы пайда болды. Олар бала кезінде бір-біріне қарсы шыққан екен. Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Қазіргі кәсіпқой боксшы мен олимпиада чемпионы видеода әлі мектеп оқушылары. Жазба датасына қарасақ, бұл 1997 жыл. Мұрағаттарда осы уақытта мектеп аралық спартакиада өткен делінген. Кездесуде Гена жеңіске жетті. Сол кезде екеуінің болашақта Қазақстанның көк байрағын әлемдік ареналарда танытатынын кім білген? Екеуі де Қазақстанның мақтанышы ғой. Айта кетейік, Triple G-дің Сауль Канело Альвареспен 3-ші мәрте кездесу датасы мәлімделді. Отандасымыз 17 қыркүйек күні жұдырықтасады. Түрлі мәлімет бойынша Лас-Вегастағы T-Mobile аренада алдындағы екі кездесу де осында өткен болатын. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта, Экспресс-каны оқи жүріңіздер.